Сіз унитазға қарап, зәрдің бетінде көбік көресіз де, өзіңізге бұлай дейсіз. Бәлкім мен кеше аз су ішкен шығармын. Көп адам дәл осылай ойлайды, бірақ шындық басқаша. 2024 жылғы деректерге сәйкес, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, бүйрек ауруы бар адамдардың 90% өздерінің ауырғанын мүлде білмейді. Олар өздерін толық сау сезінеді, тіпті диализ қажет болғанша. Яғни сіз дәл қазір өзіңізді жақсы сезінуіңіз мүмкін, бірақ ағзаңыз ақуыз жоғалтып жатқан болуы ықтимал. Бір күні таңертең оянып, мына белгілерді байқайсыз. Аяқтың ісінуі, тыныстың тарылуы, шаршау, ал тексерісте бүйрек жұмысы 40% ғана қалғаны анықталады. Бірақ бүгін сіз бұл видеоны көріп отырсыз, сондықтан жақсы жаңалық бар. Кейде тоңазытқыштағы бір ғана өнім және ертең таңертең жасалатын бір қарапайым әрекет бүйректің бұзылуын тоқтатуы мүмкін. Қазір бәрін түсіндіремін. Таңертеңгі зәр неге сыра көбігіне ұқсайды? Таңертең дәретханаға бардыңыз делік. Суды жібергеннен кейін унитаздың бетінде ұсақ тығыз көбік қалады. Ол 3 минуттан кейін де кетпейді. 5 минуттан кейін де жоғалмайды. Сіз тағы ойлайсыз. Мүмкін аз су ішкен шығармын, немесе унитазға арналған жаңа тазартқыштан шығар. Бірақ бірнеше жылдан кейін дәрігер сізге мынаны айтады. Бүйрегіңіздің жұмысы 30% ғана қалды. Ең қорқыныштысы, сол уақытқа дейін сіз өзіңізді мүлде ауру сезінбегенсіз. Бұл ойдан шығарылған әңгіме емес. Ұсақ әрі ұзақ сақталатын көбік көбінесе протеинурияның белгісі. Қарапайым тілмен айтқанда, бүйрек сүзгісі ақуызды өткізе бастады. Бұл ақуыздың аты альбумин. Ол не үшін керек? Бұл шөгеттерді ұстап тұрады, терінің серпімділігін сақтайды, қан тамырларын күшейтеді. Альбуминсіз ағза қаңқасыз үй сияқты болады. Алдымен әлсірейді, кейін біртіндеп құлайды. Көп адамдар бұл белгіні байқамайды, бірақ сіз олардың бірі болмауыңыз мүмкін. Неге бүйрек 70% бұзылғанша ауырмайды? Міне, адамдарды ең көп алдайтын нәрсе. Сіз бүйрек қызметінің 70%-ын жоғалтсаңыз да, өзіңізді жақсы сезінуіңіз мүмкін. Ешқандай ауырсыну жоқ. Ешқандай ескерту жоқ. Сіз жұмыс істейсіз, тамақ дайындайсыз, немерелеріңізбен серуендейсіз. Ал ішіңізде токсиндер жайлап жиналып жатады. Неге бұлай болады? Себебі бүйрек үнсіз орган. Асқазан ауырса бірден білесіз. Жүрек соқса сезесіз. Ал бүйрек үнсіз жұмыс істейді. Күн сайын ол шамамен 200 литр қанды сүзеді. Және мұны сағат сияқты тыныш атқарады. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, бүйрек ауруының айқын белгілері көбіне қызметтің 70-80% жоғалғанда ғана пайда болады. Сондықтан көп адам бір күні таңертең оянып, кеше бәрі жақсы еді, бүгін қалайша деп таң қалады. Аз су іштім деген қате ой. Таңертең унитазда көбік көрдіңіз. Сіз бірден өзіңізге айтасыз. Бұл тек судың жетіспеуінен шығар. Миллиондаған адам дәл осылай ойлайды. Бірақ сол уақытта ағзаңыз альбуминді жоғалтып жатқан болуы мүмкін. Ал альбумин жоғалса не болады? Қан тамырларындағы қысым өзгереді. Сұйықтық сыртқа шыға бастайды. Сондықтан пайда болады. Таңертең қабақтың ісінуі, кешке қарай аяқтың ісінуі, аяқ киімнің тарылып кетуі. Медицинада тәулігіне 1 грамм альбумин жоғалту қалыпты емес жағдай болып саналады. Ал 3 граммнан көп болса, бүйректің ауыр зақымдануының белгісі. Ең қауіптісі, сіз мұны сезбейсіз. Қауіпті көбікті қалай анықтауға болады? Қауіпсіз көбік қандай? Ірі көбіршіктер 30-60 секундта жоғалады. Бұл қалыпты жағдай. Ал қауіпті көбік өте ұсақ тығыз сабын көбігі сияқты 5 минуттан ұзақ сақталады. Кейде ол унитаздың қабырғасына жабысып қалады. Бұл бүйрек сүзгісінде жарық пайда болғанының белгісі. Егер күмәндансаңыз, бір ғана нәрсе жасаңыз. Суды бірден ағызбаңыз. 5 минут күтіңіз. Егер мұндай көбік 3 таң қатарынан пайда болса, бұл кездейсоқтық емес. Бұл ағзаның сигналы. Келесі бөлікте мен
ең қызық және пайдалы нәрселерді айтып беремін. 30 секундтық үй тесті. Неге қарбыздың ақ қабығы бүйректі құтқарады? Неге алманың қабығын ешқашан тазалауға болмайды? Және неге суды бірден көп ішу бүйрекке зиян? Елестетіңіз. Сіздің үйімізде өрт дабылы бір рет шырылдады. Сіз не ойлайсыз? Батареясы әлсіреген шығар. Бірақ ол 3 түн қатарынан дәл сол уақытта шырылдаса ше? Онда сіз жай жата бермейсіз, тұрып тексересіз. Бірақ неге адамдар ағзасы 3 күн қатарынан бірдей белгі көрсетсе, оны елемейді? Міне, бүйректі тексерудің ең қарапайым әдісі. Бұл үшін зертхана қажет емес, дәрігер қажет емес, ақша қажет емес. Тек 30 секунд жеткілікті. Таңертең оянған соң кофе ішпей, шай ішпей, таңғы ас ішпей дәретханаға барып, алғашқы зәрге қараңыз. Суды бірден ағызбаңыз, тек бақылаңыз. Егер бетінде сыра көбігі сияқты ұсақ әрі тығыз көбік пайда болып 5 минуттан кейінде жоғалмаса, бұл бүйректің сигналы болуы мүмкін. Неге дәл 3 таң қатарынан бақылау керек? Өйткені бір рет болса кездейсоқтық болуы мүмкін. 2 рет болса сәйкестік болуы мүмкін. 3 рет болса жүйе. Бұл көбінесе ақуыздың зәр арқылы кетуін, яғни протеинурияны көрсетеді. Егер мұндай көбік 3 таң қатарынан байқалса, ең дұрыс әрекет дәрігерге барып, жалпы зәр анализін, қандағы креатининді тексеру. Бұл тек бір күн уақытыңызды алады, бірақ сізге 10 жыл белсенді өмір сыйлауы мүмкін. Бүйрек көп нәрсе сұрамайды. Олар тек бір нәрсені сұрайды. Олардың сигналын байқасаңыз болды. Қарбыздың ең пайдалы бөлігін көп адам тастап жібереді. Сіз қарбызды кескенде не істейсіз? Қызыл тәтті бөлігін жейсіз, ал ақ бөлігін? Көп адам оны кесіп алып, қоқысқа тастайды. Бірақ дәл сол ақ қабатта бүйрекке ең пайдалы зат бар. Оның аты цитрулин. Ағзада ол цитрулин, аргинин, азот тотығы NO болып өзгереді. Ал азот тотығы не істейді? Ол бүйректегі ең ұсақ қан тамырларын кеңейтеді. Нәтижесінде қан айналымы жақсарады. Сүзу процесі жеңілдейді. Бүйрекке түсетін қысым азаяды. 2000 жылғы зерттеу көрсеткендей, егер адам 2 апта бойы күн сайын 100 грамма қарбыздың ақ қабатын жесе, бүйрек тамырларындағы қысым 12% төмендейді. Бұл дәрі емес. Бұл табиғаттың өзі берген көмек. Сондықтан келесі жолы қарбыз жегенде, қызыл бөлігін ғана емес, 1-2 сантиметр ақ қабатын бірге жеңіз. Дәмі әлсіз болуы мүмкін, бірақ әсері өте күшті. Неге алманы қабығымен жеу керек? Көп адам алманы жуып алып, бірден қабығын тазалайды. Сол кезде олар ең пайдалы бөлігін тастап жатады. Алма қабығында пектин бар. Пектин ерекше талшық. Ол ішекте токсиндерді, артық холестеринді, ауыр металдарды, дәрі қалдықтарын өзіне тартып алады. Яғни, бұл заттар бүйрек арқылы емес, ішек арқылы шығып кетеді. Қарапайым мысал, егер бүйрек негізгі су сүзгісі болса, онда алма қабығы алдын ала тазартатын сүзгі. 2024 жылғы еуропалық зерттеу қызық нәтиже көрсетті. 60 жастан асқан адамдар 3 ай бойы күн сайын бір алма қабығымен жегенде, бүйрекке түсетін жүктеме 22% азайған. Бірақ маңызды бір нәрсе бар. Қазір көп алмаға жылтыр болу үшін балауыз жағылады. Сондықтан алманы жылы сумен жуыңыз, шеткамен жақсылап тазалаңыз, содан кейін ғана толық жей беріңіз. Алма сирек өнім емес. Ол әр дүкенде бар. Сондықтан кейде ең үлкен дәрі, ең қарапайым тағамда болады. Келесі бөлімде мен тағы бірнеше маңызды нәрсені түсіндіремін. Неге мүкжидек, клюква бүйректі инфекциядан қорғайды? Неге шие зәр қышқылын азайтады? Неге суды бірден көп ішу бүйректі шаршатады? Және неге бір шай қасық тұз диализге жақындатады? Елестетіңіз, сіздің зәр жолдарыңыздың ішінде өте жұқа, көзге көрінбейтін қабық пайда болды. Ол әйнек сияқты тегіс. Бактериялар сол қабырғаға жабысып,
қабыну тудыруға тырысады, бірақ олар тайып кетеді. Бұл фантастика емес, бұл мүгжидектің әсері. Мүгжидекте ерекше заттар бар. Олар проантоцианидиндер деп аталады. Бұл заттар бактерияларды өлтірмейді, бірақ олардың шырышты қабыққа жабысуына мүмкіндік бермейді. Соның арқасында микробтар ағзада қалмайды. Олар жай ғана зәрмен бірге сыртқа шығады. Бұл әсіресе 60 жастан кейін өте маңызды. Өйткені сол кезде иммунитет әлсірейді, бүйрек инфекциясының қаупі өседі. Бір ауыр инфекцияның өзі бүйрек қызметін 10-15% төмендетуі мүмкін. Бірақ мұнда бір үлкен қате бар. Көп адам мүгжидектен тәтті морс жасайды. Ал қант қосылса не болады? Қант бактериялар үшін тамаша қорек. Яғни, сіз мүгжидек ішемін деп, керісінше бактерияларды қоректендіріп жібересіз. Сондықтан дұрыс тәсіл: 1 стакан жылы су, 2 ас қасық мүгжидек, 2 сағат тындыру. Қант қоспау керек. 2025 жылғы зерттеу көрсеткендей, мүгжидекті тұрақты қолданған адамдар 44%-ға сирек зәр жолы қабынуымен ауырған. Кешкі астан кейінгі шие. 3 пайда. Шие тек дәмді жеміс емес. Ол бір уақытта 3 түрлі пайда береді. Бірінші, зәр қышқылын азайтады. Жас ұлғайған сайын ағзада зәр қышқылы көбейеді. Оның кристалдары бүйректе жиналып, қабыну, тас сүзгінің бітелуі сияқты мәселелер туғызады. Зерттеулер бойынша, күніне 100 грамм шие жеу 2 аптада зәр қышқылын 35% төмендетеді. Екінші, қабынуды азайтады. Шиеде антоцианиндер бар. Бұл заттар бүйректегі жасырын қабынуды басады. Сондықтан ұсақ зақымдар тыртыққа айналмайды. Үшінші, ұйқыны жақсартады. Шиеде табиғи мелатонин бар. Ал мелатонин не үшін керек? Өйткені бүйрек ең маңызды қалпына келу жұмысын түнгі 22 мен 2 аралығында жасайды. Егер ұйқы нашар болса, бұл процесс бұзылады. Сондықтан ең жақсы тәсіл кешкі астан 1 сағат өткен соң 1 уыс шие жеу. Неге соды бірден көп ішу зиян? Көп адам былай дейді: күніне 2 литр су ішу керек. Содан кейін не істейді? Күні бойы су ішпейді, ал кешке 2 стақанды бірден ішеді. Бұл бүйрек үшін жақсы емес. Мысал елестетіңіз, жай ағып жатқан бұлақ бар. Су баяу, тұрақты ағып жатыр. Ал енді нөсер жаңбырды елестетіңіз. 1 минутта бәрі суға толады. Дәл сол сияқты бүйрекке де аз-аздан тұрақты су барғаны дұрыс. Дұрыс режим: әр 30-40 минут сайын аз ұрттап ішу. Су бөлме температурасында немесе сәл жылы болуы керек. Суық су тамырларды тарылтады. 2025 жылға медициналық талдау көрсеткендей, су ішу режимін дұрыс сақтау бүйрек жұмысының нашарлау қаупін 18% азайтады. 1 шай қасық тұз, диализге жол. 1 шай қасық тұз шамамен 5 грамм. Көп адам ойлайды: бұл аз ғой. Бірақ мәселе мынада: 1 грамм тұз ағзада шамамен 100 мл суды ұстап қалады. Яғни 5 грамм тұз жарты литр сұйықтықты ұстап тұрады. Ал біз тұзды тек тұздықтан ғана алмаймыз. Ол бар нан, шұжық, ірімшік, соус, дайын тағамдарда. Көп адамның күнделікті тұз мөлшері 10-12 граммға жетеді. Бұл бүйрекке үлкен жүктеме. 2025 жылғы зерттеу қызық нәтиже көрсетті. Күніне тұзды тек 1 граммға азайтудың өзі созылмалы бүйрек ауруының қаупін 18%-ға төмендетеді. Ең қарапайым ереже: тағамды табақта емес, кастрөлде тұздау. Келесі соңғы бөлімде ең маңызды нәрселер болады. Алақан ережесі: ақуызды қалай дұрыс жеу? Телефон неге бүйректің қалпына келуін бұзады? Бүйрек ауруының 4 кезеңі. Және бүгін бүйректі құтқаратын бір әрекет. Ақуызды қанша жеу керек? Көп адам бір нәрсені жақсы біледі. Ақуыз бұлшықеттің құрылыс материалы. Сондықтан олар ойлайды: не ғұрлым көп жесем, соғұрлым жақсы. Бірақ шындық сәл басқаша. Ағзаға түскен әрбір артық ақуыз соңында мочевинаға, зәр қышқылды қалдықтарға айналады. Ал бұл заттарды ағзадан шығаратын кім? Әрине, бүйрек. Яғни
артық ақуыз шектында бүйрекке қосымша жұмыс. Мына мысалды елестетіңіз. Үйімізде су сүзгісі бар. Ол сағатына 5 литр суды тазартуға арналған. Ал сіз кранды 20 литрге ашып қойдыңыз. Басында сүзгі жұмыс істейді, бірақ уақыт өте келе бітеледі, әлсірейді. Кейін ласт өткізе бастайды. Бүйректе дәл солай. Сондықтан қарапайым ереже бар. Алақан ережесі. Алақаныңызды қараңыз. Саусақсыз алақан көлеміндегі ет, балық немесе сүзбе бір тамаққа жеткілікті мөлшер. Бұл шамамен 100-150 грамм. Ең маңыздысы, ақуызды бір уақытта көп жеуге болмайды. Оны таңғы ас, түскі ас, кешкі ас арасында бөліп жеген дұрыс. Сонда бүйрекке түсетін жүктеме азаяды. 2025 жылғы клиникалық бақылаулар көрсеткендей, ақуыз мөлшерін дұрыс шектеген адамдарда бүйрек ауруының дамуы 31%-ға баяулаған. Неге телефон бүйректі қалпына келуін ұрлайды? Сіз білесіз бе, бүйрек ең маңызды қалпына келу жұмысын түнде жасайды. Әсіресе 22 мен 2 сағат аралығында. Осы уақытта жасушалар қалпына келеді, тамырлар демалады, сүзгілер тазарады. Бірақ көп адам дәл осы уақытта не істейді? Телефон қарайды, әлеуметтік желі, жаңалықтар, видео. Экраннан шыққан көк жарық ағдадағы мелатонин гормонын тежейді. Ал мелатонин болмаса, терем ұйқы болмайды. 2020 жылғы зерттеу көрсеткендей, 22:00-ден кейін телефон қарау ұйқы сапасын айтарлықтай төмендетеді. Ал ұйқы бұзылса, бүйрек қалпына келмейді. Сондықтан қарапайым кеңес. Ұйықтардан 1 сағат бұрын телефонды басқа бөлмеге қалдырыңыз. Бүйрек бұзылуының 4-ші кезеңі. Бүйрек ауруы әдетте 4 кезеңнен өтеді. 1-ші кезең – ағып кету. Белгісі – зәрдегі көбік, басқа симптом жоқ. Бұл кезеңде бүйректі 25-30 қалпына келтіруге болады. 2-ші кезең – ісіну. Белгілері – аяқтағы ісік, беттегі ісіну, шұлықтың ізі. Бұл кезде ауруды тек баяулатуға болады. 3-ші кезең – әлсіреу. Белгілері – шаршау, жүрек айну, тәбеттің төмендеуі. 4-ші кезең – улану. Бұл кезде бүйрек жұмысын тоқтатады. Жалғыз шешім – диализ немесе бүйрек трансплантациясы. Сондықтан ең маңызды кезең – 1-ші кезең. Себебі дәл осы кезде бәрін өзгертуге болады. Бүйректі құтқаратын бір әрекет. Көп адам айтады, дүйсенбіден бастап өзгеремін. Бірақ бүйрек күнтізбені күтпейді. Сондықтан бүгін бір ғана әрекет жасаңыз. Мына екеудің бірін таңдаңыз. 1-ші, тұздықты үстелден алып тастаңыз. 2-ші, әр 40 минут сайын аздап су ішуді бастаңыз. Ал енді бір өнім таңдаңыз. Қарбыздың ақ қабаты қабығымен алма қансыз мүкжидек кешкісін шие. Бір ғана өнім жеткілікті. Ең бастысы тұрақтылық. Өзіңізге беретін уәде. Енді бір сәтке көз алдыңызға елестетіңіз. 1 жылдан кейінгі өміріңіз. Сіз қай жерде отырсыз? Терезе жанында шай ішіп, немереңіздің ойнағанын қарап отырсыз ба? Әлде аптасына 3 рет 4 сағат бойы диализ аппаратына қосылып отырсыз ба? Бұл айырмашылық генетикаға емес. Бұл күнделікті шешімдерге байланысты. Өзіңізге бір уәде беріңіз. Мысалы, мен енді тамақты табақта тұздамаймын. Мен күн сайын 1 алма жеймін. Мен 3 таң қатарынан зәрімді бақылап көремін. Психологтардың зерттеуі көрсеткендей, егер адам уәдесін жазып қойса, оны орындау мүмкіндігі 78%-ға артады. Сондықтан дәл қазір өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіз өз денсаулығыңыз үшін қандай уәде бересіз? Өйткені диализ бір ғана сұрақ қояды. Сіз әрекет жасадыңыз ба? Жауап сіздің қолыңызда.